Мәжіліс мақұлдап, Сенатта қаралып жатқан заң жобасы ел арасында екіұдай көзқарас тудырды. Ұсынылған заң бойынша Қазақстан Республикасының азаматы микронесие немесе мүліктік кредит алған кезде заңды әйелі не күйеуінен банк арқылы рұқсат сұрау қажет. Жолдасы келісім бермеген жағдайда кредит алу мүмкін болмайды. Мысалы үшін машина, автокөлік алған кезде, сол үшін қымбат дүниелер сатып алған кезде, онсыз да әйелінің рұқсат беру керек, заявлениесін машинаны сатқан кезде немесе міндетті түрде әйелінің рұқсаты керек. Ал енді бұл жерде көбінесе қазір талқыланып жатқаны мынау кішігірім займдарға. 3 айға займ, продукт ала салу керек, немесе кофе ала салу, кез келген кредитке кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті бұл жерде шайханада отырсыз, шай ішіп, ақшаңыз жетпей қалып, кредитке ана жерден QR-мен істей салайын десең, әйеліңіздің рұқсаты керек. Бұл өзіңіздің жеке кредитіңіз болып есептелінеді. Жақсы жағы мынау лудоманиямен ауыратындар, басқа да көп аурулар ауыратындар, ақшаны ұстай алмайтындар, ақшаны қосып жаратып жіберуге дайындар, немесе кредит алғысы келе беретіндер. Қоғамда күйеуінің құмар ойынға алған ақшасын немесе әйелінің жасырын алған несиесін бірігіп төлеп жүрген отбасылар жоқ емес. Заңгердің айтуы бойынша мұндай проблемалардан шығу үшін лудоманиямен ауыратын жандар жайлы банктерге арнайы сипаттама берілуі қажет. Ал талқыланып жатқан заң адамның жеке тұлға ретіндегі еркіндігін шектеуіне әкеліп соғуы мүмкін дейді. Ерлі-зайыптар ажырасып жатқан кезде, егер де ол мына отбасының мұқтажына алынған кредит болып соттанса, оны міндетті түрде екіге бөледі. Ал егер де әйел кісінің немесе ер кісі шай ішіп отырып алған кредит болса, немесе өзінің жеке телефонына алған кредит болса, немесе неше түрлі әртүрлі жағдайлар бар, киім алған кредиттер болса, ол өзінікі болып қалады. Осы мәселелерді ажырата білген жөн. Қазіргі заң бойынша кішігірім несиелерді әйел не ер азамат өз атын алса, оны өзі төлеуге міндетті. Төлей алмаған жағдайда оның заңды некеге дейінгі алған мүлкі тәркіленеді. Ал жеке мүлкі болмаса, ортақ алынған мүліктің жартысы өндіріледі. Ұсынылған жаңа заңда кредитті кім пайдаланса да екі жақтың рұқсатымен алынғандықтан төлей алмаған жағдайда ортақ мүлік түгелдей тәркіленетін болады. Сондықтан таяқтың екі ұшы бар екенін ұмытпаған жөн. Финансовый нәрсе өзіне ортақ. Біреуі келіспесе, екіншісі страдать етеді. Зияны көп оны. Екі келісіп алса, тамаша болады. Бізде олай жоқ, біз ала береміз, бір-бірімізге қарамай. Әйел адам ақылдасып, бірге шешім қабылдап, бірге не істеген жақсы ғой. Микрокредит дейтін ол алу дұрыс емес деп ойлаймын, өзім негізінен салғанда. Микрокредит енді лудоман ба сондайлар алады дейді, көбінесе бізде лудоман емеспіз, алып та көрген жоқпын. Егер де ертеңгі күні күйеуі төлей алмай қалатын болып жатса, ол әйелі дейтін заңды некеде ғой екеуі. Төлеуге міндетті болады ғой әйелі. Сол үшін, мне кажется, сұрау керек міндетті түрде. Көпшілік пікірі сан түрлі. Мамандардың айтуынша қарастырылып жатқан заң көптеген келеңсіздіктер туындатуы мүмкін. Ең бастысы шенділер шығарған заң халықтың мүддесіне қызмет етсе болғаны.